Сәлем достар, бүгін мен рамёнды қалай жасайтыным жайлы өз тәсілдеріммен бөлісемін. Мына жерде мен екі тәсілмен көрсететін боламын. Біріншісі, өздеріңіз білетіндей, қайнаған суға бұқтырып қоямыз. Бірақ та дайын болған соң мен үстіне өз қалауым бойынша қоспаларын саламын. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір үстіне ыстық суымызды құйып бұқтырып аламыз. Мынау ащы түрі лапшаның. Екінші доширак лапшасын алдым. Оның да приправаларын салып үстіне. Ыстық суын құйып бұқтырып қоямыз. Мынау менің бірінші тәсілім. Қазір дайын болғаннан кейін тағы да көрсететін боламын сіздерге. Енді екінші тәсілім, табаға 250 мг суымды құйып, приправаларын ішіне салып, жақсылап приправаны араластырамыз. Үстіне енді лапшасын саламын. Бетін жауып, 2-3 минутқа пісіріп аламын. Міне осылайша лапшамызды осылай шашыратып осылай вилканың көмегімен осылай істейміз. Одан кейін үстіне пысқан етімді салдым. Плавленый сырымды салдым. Жұмыртқа саламын. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша саласыздар. 2-3 минутқа бетін жауып пісіріп аламын. Міне уже дайын болды. Өте керемет. Күшті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мынау бірінші бұқтырып қойған лапшамыздың бетіне осылай салмасын салуға болады. Құр лапшаны суға бұқтырып жегенше осылай істеп жесеңіздер, дәмі бөлек, дәмді, тойымды болады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.